Саламатсыздар, құрметті студенттер. Мен өндірістік оқыту шебері Құрманбекова Назерке Елеусізқызы. Сіздермен бүгінгі өтетін сабағымыз электрослесарлардың жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасына тоқталатын боламыз. Өндірістік оқыту кезінде бізге студенттер қауіпсіздік техникасы жөнінде кіріспе нұсқау берудегі тіркеу журналына қол қояды. Бұл журналда студенттің аты жөні, датасы және де қолы қойылады. Электрослесарь қолданыстағы нормаларға сәйкес арнайы киіммен және арнайы аяқ киіммен, сондай-ақ оның жұмысының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін барлық қажетті қорғаныс құралдарымен диэлектрлік қолғаптар, диэлектрлік кілемше, диэлектрлік құрал-сайман қамтамасыз етіледі. Студенттерге өндірістік оқыту кезінде арнайы киімдері, белдемшелері, аяқ киімдері және де арнайы каскалар беріледі. Электрослесарь мамандығында оқитын студенттер өндірістік оқыту кезінде өрт сөндіргіш құралының қайда тұратынын және де қалай қосылатынын білуі керек. Студенттердің өндірістік оқыту кезінде жұмыс жасап жатқанда осындай сақтандыру белгілері бар табличкалар қойылады. Тәуліктің қараңғы уақытында автономды жарықтандыру үшін жарылыстан қорғалып орындалған кернеу 12 вольтқа дейінгі тасымалды аккумуляторлық фонарлар қолданылады. Жарылу қаупі бар булар мен газдар жиналуы мүмкін жерлерде шамдарды қосуға және өшіруге жол берілмейді. Және де жұмыс жасау барысында арнайы осындай қағаздар қойылуы керек. Бұл құрылғы тоқтың қуат күшін өлшеу үшін керек. Сонымен құрметті студенттер, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қауіпсіздік техникасын сақтайық, нұсқаулықсыз жұмысқа кіріспе. Өмірлеріңізді бағалаңыздар.